Ол жай ғана не істейді, ештеңеден қан-қаперсіз жата береді. Міне сондай күйде болдық барлығымыз, құрметті ағалар. Мінекей, қанатқа қақтырмай, тұмсықтырға шоқтырмай, сондай бір мейіріммен барлығымызды не істеді? Өсіріп жетілдірді. Және де сіздің аман болуыңызды, сіздің ауырмауыңызды, сіздің көңіл күйіңіздің жақсы болуын әрдайым тілеп жүрді. Қазақ оны айтады, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді. Біз баламызға қандай қамқорлық етеміз? Қандай олардың жақсы болғандығын, олардың амандықта, қауіпсіздікте, олардың көңіл күйінің жақсы болғандығын біз қандай насихаттылықпен Алладан сұрап, дұға жасап, оларды көзіміздің қарашығындай қорғап жүреміз. Міне біздің ата-аналарымыз сондай болған еді. Құрметті ағалар, осыны ұмытпауымыз керек. Расында да аяқпен салбырап түсе салған жоқпыз. Әлі де ата-анаңыз бар болса, соған жақсылық жасау һәм перзенттік міндетіміз деп біліңіз, құрметті ағалар. Раббың бір өзіне ғана құлшылық етуді және ата-анаға жақсылық жасауды әмір етті. Егер олардың біреуі немесе екеуі бірдей қолында қартайса, оларды ауырсынып немесе жақтырмаған сыңай танытып, тіпті түф деп кешуші болма. Сондай-ақ оларға зекіп ұрыспа, керісінше оларға жанға жағымды жылы сөздер айт дейді. Адам қартайғанда қандай болады, құрметті ағалар? Өте әлсіз болады. Көңіл күйі де, оның дене бітімі де әрдайым мықты болып тұра бермейді. Адам не істейді? Қартайып шыққан кезде әлгі ең басындағы алдыңғы қалыпқа, алдыңғы күйге түседі. Оларға уф деп реніш білдірме. Керісінше олардың үлкен және кіші дәретін тазалап, қызметін атқар. Өйткені олар да сен кішкентай кезінде дәл солай сенің қамыңды жасап, тазалығыңа өздері қараған еді. Оларға ешбір түрде зиян тигізбе, көңілін қалдырма дейді. Жақсылықтың қайтарымы жақсылық болу керек қой. Сол кісінің атынан кем балаларға, мұқтаж адамдарға садақа беруге болады. Сол кісінің атынан жақсылықтар жасауға болады, құрметті ағалар, өтіп кеткен болса. Тірі болатын болса, онда нұр үстіне нұр, құрметті ағалар. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ата-анасы бар адамның дейді, басында тәжі болады дейді. Тәж деген коронасы болады. Оны ата-анасынан айырылған адамдар ғана көре алады дейді. Көрдіңіз бе? Қандай тәжбен жүрсіз да? Егер ата-анаңыз бар болса, сізден бай адам жоқ негізінде. Сіздің тілеуіңізді әлі тілеп отырады. Өйткені адамның арасында көреалмаушылық, қызғаншақтық, бір-бірін жек көрушілік деген нәрсе өте басым. Екі адамның арасында ғана ол нәрсе болмайды. Себебі адам дамыған сайын, көтерілген сайын, осы екі адамның несі аты шыға береді екен. Ол бірінші ата-анасы, екінші ұстазы екен. Өйткені бір адам бір жетістікке жетсе дейді, пәленшенің ұлы ғой. Пәленше деген ананың несі дейді, баласы дейді. Немесе бұл кісінің ұстазы кім болған екен деген сөздер еді. Сол себептен ата-ана мен баланың арасында қызғаныш сезім болмайды, көреалмаушылық. Көрдіңіз бе? Сізге сондай шынайы қамқорлық ететін, шынайы сізге жақсылық жасайтын адам таба алмайсыз. Ата-ана секілді. Сол себептен ол кісілерге жақсылық жасаудан басқа адамды табу мүмкін емес, құрметті ағалар. Әкенің орны да үлкен, құрметті ағалар. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Әке жұмақ қақпаларының ең ортасы, ең қадірлісі. Қаласаң, сол қақпаны өз қолымен жоғал, қаласаң оны көзіңнің қарашығындай сақта ұстап қал. Жәннатқа кірейін деп тұрсыз. Ол жәннатқа кіретін қақпаңыз әке деп аталады екен. Оны қаласаң ұстап кіріп алыңыз, қаласаң жібере салыңыз дейді. Қолыңызда тұр дейді пайғамбарымыз. Имам Ғазали перзенттің әкесінің алдындағы әдебі жайында былай деп айтқан. Перзенттің әкесі алдындағы әдебі сөзіне мұқият құлақ асу, істі атқаруға әзір тұру, бұйрығын жүзеге асыру, оған дауыс көтермеу, шақырған сәтте дереу бару, оның көңілінен шығуға әрекет ету, сабырлықпен құшақ жаю, оған жасаған жақсылықты және орындаған тапсырмасын міндетсінбеу. Бір кісі айтады, мен ата-анамды Дубайға да апардым, шетелге де апардым, бәрін көрсеттім дейді. Сонда жарайды, жақсы екен ғой деп қоя салады дейді. Мен оған ақшамды жұмсадым дейді, уақытымды жұмсап жатырмын.
енді оңай емес қой дейді, шетелге алып барып алып келуші былай айтқан кезде қаншама қаражат кетеді дейді, қызметінде болды дейді, бірақ жақсы екен деп қоя салды дейді. Сол ары ойландым, бері ойландым дейді бағана. Енді қандай жақсылық жасасам болады, қалай ризалығын аламын десем дейді, қарасам бауырым үйсіз жүр екен дейді. Сөйттім де бауырыма жер алып үй сала бастадым дейді. Сөйтсем әкем жүгіріп жүр дейді бағана. Ой балам ризалығың қандай керемет деп бағана не істеді дейді, риза болып жүгіріп жүр дейді да, қандай бауырмашылық жасағанына қандай керемет деп айтты дейді да. Көрдіңіз бе? Сол себептен сіз қай балаңызды жақсы көресіз? Әлсіз балаңызды, аушаң балаңызды, кішкентай жол болмаған балаңызды сіз өзіңіз бауырмаңызға баса бастайсыз. Өйткені мейірім бар ғой тағы балаға. Осы жақсы көрсе екен, қалғандар секілді жетілсе екен бұл да деген секілді болады. Көрдіңіз бе? Сол секілді сізде ата-анаңыздың разылығын алғыңыз келе ме? Бірінші өзіңіз жоғары болыңыз, мықты болыңыз. Ауырмаңыз, сырқалмаңыз, жаман жолға түспеңіз, ішпеңіз, шекпеңіз, жоғарғы дәрежеге жетіңіз, ата-анаңыз сізге риза болады. Екінші, ата-анаңыздан туылған бірге өскен бауырларыңызға қамқорлық етіңіз. Олардың қызметінде болыңызшы, ата-анаңыздың қандай қуанғанын көресіз құрметті. Одан артық ата-анаға бізге ештеңе керек емес. Өйткені расында да бір пенсиясы бар, несі бар, үйі бар, жайы бар, өзінің бана жетістігі бар, сонымен өмір сүріп келеді ғой үлкен кісілер. Жақсы жыл сөзіңізді айтыңыздар, жан-жағыңызға қараңыздар, сол бауырларыңызға қызмет етіңізші. Оларда да болсын, оларға да жақсылық етіңізші. Көресіз ата-анаңыздың қалай сізге риза болатынын.